Кайырлы күн достар. Бүгін біз фетуччине пастасын дайындайтын боламыз. Өте тез дайындалады және дәмі өте керемет болып шығады. Алдымен видеомды көрмес бұрын комментарий жазып, лайк басып және де каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар: тауық еті, 1 дана самұрық құлақ және де 33% сливки. Осындай пастаға арналған арнайы кеспесі қажет болады. Бірінші етімізді видеодағыдай 4-3 етіп турап алатын боламыз. Одан кейін самұрық құлақтың осындай жерін алып, осылай видеодағыдай осынша етіп турап алатын боламыз. Мінекей бізде осындай болып шықты. Енді табамызға сұйық майымызды құйып, жақсылап қыздыратын боламыз. Бөлек табамызға суымызды құйып, сарғылдағанша қайнатамыз. Қайнаған суымызға кеспелерімізді салып, жақсылап пісіріп алатын боламыз. Өте тез піседі, 15 минуттың ішінде. Енді қызып тұрған майымызға етімізді салып, үстіне тұзымызды және де қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштеріңізді салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Ал менде итальянский смесь пен үстін арнайы приправасы. Етімізді жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Қуырылған еттеріміздің үстіне енді самұрық құлақтарымызды салып, осылай бұлғап тұрып, баяу отта қуырып аламыз. Енді үстіне сливкемізді құйып, кішкене еттеріміз бататындай етіп, молдау етіп құйып аламын. Қақпағын жауып, баяу отта бұқтырып алатын боламыз. Осындай көпіршіктері шығуы керек. Сол кезде үстіне піскен кеспемізді салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Кеспені салғаннан кейін астын міндетті түрде өшіруді ұмытпаңыздар. Менде 3 штук кеспеден осындай 2 адамға арналған порция шықты. Безендіруіне үккіштен өткізілген сырмен және де ақжелкен аскөгін пайдаландым. Өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер міндетті түрде. Және де каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айдана. Келесі кездескенше сау болыңыздар.